Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Бұл видеодан біз инженердің көзқарасы бойынша векторлық турбуленттілікті қалай болжау керектігін және сандық жағынан қалай анықтау керектігін білеміз. Инженер тап болатын сұйық ағыстардың басым бөлігі өзінің табиғаты бойынша турбулентті болып табылады. Сондықтан турбуленттілік дегеннің не екенін білу керек. Бастайық. $1 миллион татитын сұрақ. Турбуленттілік неліктен туындайды? Оны тудыратын не? Бұл сұрақтың дәл жауабы әзірге жоқ, бірақ осыған орай Гейзенбергтің әйгілі нақыл сөзін келтіруге болады. Бұл сабақта біз турбуленттіліктің туындау себептерін талқыламаймыз. Бұның орнына оның қалай іске асатынын ортаға салайық. Турбуленттіліктің табиғаты қандай? Оны алдын ала болжау немесе ескеру мүмкін бе? Анықтап алуға тиіс бірінші қадам: ағыс турбулентті болып табыла ма, жоқ па? Турбулентті ағыстың 3 түрлі сипаттамасы бар. Олар мынандай. Турбулентті ағыстар өзінің табиғаты бойынша үнемі көлемді болып келеді. Олар әрқашан толқын тәріздес және бейберекет сипатқа ие. Демек, олар құйындар мен иірімдерге толы. Бұл дәрістерге біз күнделікті өмірден алынған қарапайым мысалдарды зерттей отырып, турбуленттіліктің табиғатын түсініп үйренеміз. Ал бастайық. Мысалы, су құбырының шүмегіне қатысты қарапайым мәселені қарастырып көрейік. Әрбір келесі суретте ағыстың жылдамдығы арта түседі. Бірінші жағдайды қарастырудан бастайық. Бұл жерде ағыс жылдамдығы ең төмен, ағыс бір қалыпты немесе ламинарлық. Бұндай ағыс кезінде бөліну мен апыр-топыр болмайды. Біркелкі ламинарлық ағыс. Өздеріңіз көріп отырғандай, өзге екі жағдайда векторлық турбуленттілік артып келеді. Ағыс анағұрлым бейберекетсіз бола бастайды. Ол тұрақсыз сипатқа ие болады немесе өзінің табиғаты бойынша өзгермелі болып келеді. Бұл жерде алғашқы тұжырымды жасауға болады. Турбуленттілік деңгейі ағыс жылдамдығының артуына қарай ұлғаяды. Тағы да бір сынақ өткізіп көрейік. Біз мына жерде жұмыс сұйықтығы ретінде суды пайдаланған болсақ, енді анағұрлым тұтқыр сұйықтықты алып көрейік. Мысалы, май. Біз мынандай нәтиже аламыз. Бұл жерде сұйықтық шығыны анағұрлым жоғары. Екінші жағдаймен бірдей деп те айтса болады. Бірақ бұл жерде ағыс турбулентті болып табылмайды. Оны ламинарлық ағысқа жатқызған дұрысырақ. Анағұрлым тұтқыр жұмыс сұйықтығын пайдаланған кезде турбуленттіліктің туындау мүмкіндігі азаяды. Осы жерде екінші тұжырым жасауға болады. Сұйықтықтың тұтқырлығы артқан сайын турбуленттілік әсері де азая түседі. Енді осы екі тұжырымды біріктірейік. Сұйықтық ағысының жылдамдығы артқан сайын турбуленттілік артады. Ол сұйықтықтың тұтқырлығы азайған сайын да артады. Сұйықтықтың жылдамдығы инерция күші, яғни сұйықтықты үдетуге жауап беретін күш артқан сайын ұлғайып отырады. Турбуленттілік инерция күші артқан сайын ұлғая түседі деп айтуға болады. Сұйықтықтың тұтқырлығы төмен болған сайын сұйықтықтағы тұтқырлықтың кедергі күшінің де төмен болатыны анық. Осылайша тұтқырлықтың кедергі күші азайған сайын турбуленттілік те арта түседі деп айтуға болады. Яғни осы тұжырымдардан осы күштердің қатынасы ұлғайған кезде турбуленттілік күшінің арта түсетінін көріп отырмыз. Осы қатынас Рейнольдс саны деп аталады. Рейнольдс саны артқан сайын ағынның турбуленттілігі де арта түседі. Нақты осы мәселеге қатысты бұл теңдеуді жеңілдетіп, Рейнольдс санын мынандай түрде көрсетуге болады. Бұл жерде D құбырдың диаметрі. Осылайша Рейнольдс саны ағыстың не турбулентті, не ламинарлық болып табылатынын белгілейтін өлшем. Рейнольдс саны өзінің шекті мәнінен жоғары болса, сұйықтық ағысы турбулентті ағысқа, ал төмен болса, ламинарлық ағысқа жатады деп айтуға болады. Енді турбуленттіліктің табиғаты туралы анағұрлым терең ұғым алу үшін осы мәселені егжей-тегжейлі талдап, зерделеуге болады. Бұл жерде біз турбуленттілік ағысына қатысты жағдайды қарастырамыз. Шүмекке тұрақты ағыс беріледі делік. Яғни біз шығатын ағыс жылдамдығы да уақыт бойынша тұрақты болады деп күтеміз. Ағысқа детекторды орнатып, оның жылдамдығын өлшейміз. Сонда біз тіркелетін ағыс жылдамдығының мынандай нәтижелерін аламыз. Бұл керемет нәтижелер. Біз жылдамдықтар тұрақты болады деп күттік, бірақ олар айтарлықтай тұрақсыз және қатты құбылып отыр. Бұл турбулентті ағыстың негізгі қасиеттерінің бірі, ол үнемі тұрақсыз болып келеді. Бірақ ағыс жылдамдығының орташа мәнін алатын болсақ, яғни Т уақыт аралығын таңдап, осы уақыт аралығындағы ағыс жылдамдығының орташа мәнін табатын болсақ, бұл мәннің іс жүзінде өзгермегенін көресіз. Көк сызық орташа мәнді көрсетеді. Осы орташа мән турбуленттілік теориясында маңызды рөл атқарады. Жалпылай айтқанда, ешбір турбулентті ағыс тұрақты болып табылмайды. Ағыс жылдамдығының орташа мәні тұрақты болғанда ғана турбулентті ағыс та тұрақты болады деп айтуға болады.
Келесі бөлімде біз ағыс жылдамдығының орташа мәнін қарастырамыз. Қатты құбылмалы турбулентті ағыс жылдамдығының өзгеру диаграммасын қарастырайық. Ешбір күмәнсіз, біз мұндай кесте инженер үшін аса жоғары дәлділікке ие болады деп айта аламыз. Оның жұмысына орташа мәндердің осындай кестесі жеткілікті болады. Осы кестені мұқият қарастырып көрейік. Біз мына шағын ғана бөлікті қарастырамыз. Қызыл қисық сызық орташа мән, ал көк қисық сызық нақты мән болып табылады. Осылайша нақты жылдамдықты екі құрамдас бөлікке бөліп қарауға болады. Орташа мәннің құрамдас бөлігі И сызығы және құбылудың құрамдас бөлігі. Егер сіз осы екі құрамдас бөлікті қоссаңыз, қайтадан нақты мәнді аласыз. Мына жерде көрсетілгендей орташа мән дельта Т уақыт аралығында анықталуы мүмкін. Бұл орташа интеграция мәні. Дельта Т мәніне қатысты аса мұқият болу керек. Турбуленттілікке қатысты кез келген құбылуды қарастыру үшін ол жеткілікті дәрежеде ауқымды болуы тиіс. Сонымен қатар, ағыстағы кез келген тұрақсыздықты қарастыру үшін ол жеткілікті деңгейде ықшамды болуы тиіс. Осылайша кез келген мәнді, мәселен жылдамдықтың, не қысымның, не температураның және тағы да басқа құрамдас бөліктің өзгеру мәнін орташа мәнге келтіруге болады. Әңгіме турбулентті ағыс туралы болғанда, инженер әрдайым орташа мәнге сүйенеді. Келесі бөлімде біз турбулентті ағысты анағұрлым егжей-тегжейлі талдауға көшеміз. Осы жерде біз турбулентті ағыс кезіндегі жанама кернеуді қарастырамыз. Сұйықтық ағынын мына аймақта қарастырып көрелік. Осы аймақтағы жылдамдық пішімін былайша құрастыруға болар еді. Осы жағдайда біз бұның жылдамдықтың орташаланған пішімі болып табылатынын есте сақтауымыз тиіс. Өйткені ағыс өзінің табиғаты бойынша турбулентті болып табылады. Енді талдауды жеңілдету үшін пішім кестесін аударып қарайық. Бізді бұл жерде қызықтыратыны бұл осы қабаттардың ішіндегі жанама кернеу. Егер біз бұл жағдайда жанама кернеу Ньютон заңына бағынады десек, мысалы, былайша, бұл жауап мүлдем бұрыс болып табылады. Бұған қабаттардың арасындағы салмақты көшіретін құйындар қозғалысының үдерісі себепші болады. Өйткені ағыс турбулентті болып табылады. Анағұрлым тереңірек талдау кернеуге қатысты өзгертілген тереңдіктің шамамен осындай болатынын көрсетіп отыр. Векторлық турбуленттілікті немесе құбылу әсерін қосу үшін тағы да бір математикалық мүшені қосу керек. Бұл мүше турбулентті жанама кернеу немесе Рейнольдс кернеу деген атаумен белгілі. Физикалық түрде бұл теңдікті былай көрсетуге болады. Нақты жанама кернеу ламинарлық жанама кернеу мен турбулентті жанама кернеудің қосындысы болып табылады. Яғни турбуленттілікке немесе құбылуға байланысты туындайтын жанама кернеу. Және осы Рейнольдс саны күрделі болып табылады. Белгілі шамалардың терминдерінде осы Рейнольдс кернеуін анықтау сұйықтық механикасындағы ең күрделі мәселелердің бірі болып табылады. Бұл турбуленттілікті модельдеу деген атаумен танымал. Дәрісімізді аяқтамас бұрын турбуленттіліктің нақты инженерлік құрылғыға әсерін қарастырып көрейік. Көп жағдайда турбуленттілік жағымды құбылыс болып табылады. Ол әртүрлі сұйықтық қабаттарын араластыру салдарынан конвективті жылу алмасуды барынша арттырады. Ағыс ішінде құйындар мен иірімдер көп болғандықтан, ол массаларды тасымалдау мен олардың араласуын арттырады. Тағы да бір әсері дененің кедергісін бәсеңдету. Дәл осы себепке байланысты гольфқа арналған доптарға көп жұңғылшалар салынады. Бұл ламинарлық ағысты турбулентті ағысқа айналдыру үшін қажет. Бұл ауаның қарсыласу күшін азайтып, допқа көбірек еркіндік береді. Сіздің турбуленттілік ұғымымен танысуыңыз сәтті өтті деп үміттенеміз. Танысқаныңыз үшін көп рахмет.